еңбек шартын тоқтатып жұмыстан босатып отыр. Енді құзырлы органдарға, аудандық білім бөліміне және де облыстық білім департаментінің басшысы сол кезде орнып болған. Соған жекеде қабылдауында болдым. Сонда ешқандай әрекет болған жоқ. Яғни Төлтөбай Балжан Алтынбекқызының жоғары тұрған өкілеттілігі заң талаптарына сәйкес жоғары тұрған өкілеттер заңсыз болған жағдайда мектеп басшысының бұйрығын күшін жоя алатын өздерінде құзыреттілік бар. Бірақ қандай себепке байланысты, қандай жағдайға байланысты екенін мен түсінбеймін. Бұйрық күшіне жойылған жоқ. Қазір таңда 25-і ақпан күні ертең 26 жылы сот процесі өтеді. Яғни аудандық сотта осы 18 желтоқсан 2025 жылғы мені еңбек кодексінің 38 бабының 2 тармақсы бойынша ауыстыру тармағы бойынша мен лауазымнан босатқан. Осы шығарған 22 бұйрықты күшін жою бойынша сот процесі өтеді. Енді мен мынандай сұрақ туындайды. Аудандық білім бөлімі Төлтөбай Балжан Алтынбекқызына 18 желтоқсан 2025 жылы және 05 қаңтар 2026 жылы екі қатаң сөгіс беріледі, ол кісі жұмыстан босамайды. Енді мақсатта түсініп отқан шығарсыздар, қандай мақсатта қатаң сөгіс беріледі және оған ешқандай тәртіп шара немесе жұмыстан босату пайдаланылмайды, қолданылмайды. Мектеп директорының құзыретінің үлкен екенін, аудан емес облыс көлемінде екенін байқап отқан шығарсыздар. Менің жазылған арыздарым, талаптарым бойынша сағелі ертеңгі сот процесін бірге тамашалап, әділ бағасын беруді сіздермен біздерге жазсын.